Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін мен оңтүстік Кореядағы мәйітханалардың, яғни адам жағатын кремация жасайтын бөліміне келдім. Қазір сіздерге бұның ішінде не болып жатыр, қандай жағдай барлығын көрсететін боламын. Қайтыс болған Таиланд мемлекетінің азаматы марқұмның жақындары халықтан ақша сұрамаймыз, мәйітті елге жеткізуге өзімізде қаражат жоқ деп, мәйітті кремация жасап беруімізді өтінді. Мен қазір сіздерге бір нәрсе көрсетейін. Мына жерде, осы жердің барлығында Корея елінде, яғни қайтыс болған адамдарды жағады. Яғни бұл кремация жасайтын жер. Адамдарды өртейді осы жерде. Мінекей, көріп тұрсыздар. Жаңа сөйлессем, бір күнде 10 адамды мәйітін осы жерде өртейміз, осы жерде жағамыз деп жатыр. Яғни осы жердің барлығында адамдар кремация жасалады екен. Қазір көрсеңіздер, кремация жасалған адамдардың жақындары түсіп келіп жатыр. Адамдарды кремация жасап, яғни мәйітін жағып болғаннан кейін, мына менің артымда тұр, адамдар қазір сол жақындарының топырағын алуға. Оңтүстік Кореяда 80% адам кремация жасалады, және кремациялар осындай орындарда, арнайы орындар. Осы жерден соңғы рет жақындары көре алады. Осы артында тұрған плакат ашылады, содан көріп қоштасады, болды. Одан кейін арғы бетінде мысалға жақындары күтіп тұр, дәл сол жерде туысқандарын күлін алып кете алады. Достар, қайтыс болған адамның топырағын дәл осы жерден шығарып береді. Бай болса да, кедей болса да, барлық адамның топырағы бір қораптың ішіне салынып жатыр. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осындай, яғни жақындары мәйітті алып кетеді. Мәйіт болғанда, міне көріп тұрсыздар, бар болғаны кішкентай ғана прах. Сондықтан достар, қайда болсақ та, қайда жүрсек те, бізде мысалға мұсылман дініміз бар, бізде ислам діні бар. Ислам дініміз, альхамдулиллах, бізде бұндай нәрсе жоқ. Бұндай нәрсе жоқ бізде. Аллахтың қалауымен біз жерге қоямыз, жер қойнауына тапсырамыз. Бұл біздің дініміздің мықтылығы, дініміздің күшті екендігін білдіреді осы нәрсе. Мен қазір мәйітхананың арты жағына өттім. Мінекей, бұл жерде гүрілдеген дауысты естуге болады. Яғни адамдарды жағатын кезде осылай гүрілдеп печкасы жұмыс жасап тұрады екен. 여기 가서 보시면 돼요. Кореяның мәйітханалары да осылай мінекей. Яғни ішкі қарай кіріп кетеді мәйіт. Айнасы осылай жабылады екен. Және экранды да дәл осылай жабады. 저거 다 끝났잖아요. 아직 안 나죠. 아니, 두 시간 걸리. 2시간 걸려요. Құрметті достар, мінекей менің артымнан мынандай тізімдер шығып жатыр. Яғни осы жерде осы мәйіті жағылып жатқан адамдардың аты жөндері шығып тұрады екен мінекей. Яғни кім қай точкада жанып жатқандығы, Алла сақтасын. Бір мәйітті жағу үшін 2 сағат уақыт кетеді. Осы 2 сағат уақыт аралығында марқұмның жақындары осындай арнайы кафетерияда отырып, марқұмның артынан жақсы амалдарын еске алып отырады. Және дүкеннің бір бұрышында орналасқан мынандай қораптарға менің көзім түсті. Бұл қайтыс болған адамның күлін салатын арнайы қораптар. Ең арзан бағасы 200 мыңнан бастап, ең қымбаты 3.900.000 мыңға дейін тұр. Ал біз бүгін жай ғана ағаш қорапты таңдадық. Міне достар, қазір қайтыс болған адамның дәл осы жерден топырағын шығаратын болады. Бірге көретін боламыз.
Қазір міне көріп тұрғандарыңыздар, дәл осы жерде қайтыс болған адамның сүйегі шықты. Дәл осы сүйегін қазір арнайы қорапқа салатын болады. Ағаш табытпен кіріп кеткен адамның сүйектері алдымен жинап алынды. Одан кейін арнайы аппаратқа салынып, сүйектерінің барлығы күлге айналды. Менің балам Оңтүстік Корея елінде жоғалып кетті деп бізге Қазақстаннан қоңырау болды. Біз сол адамды іздеп ауруханалар мен мейітханаларды қарадық. Сол кезде бір адамның денесін іздеп жүріп, екінші шетелдіктің денесін тауып алдық. Қайтыс болған адам Таиланд мемлекетінің азаматы болып шықты. Мен бұл азаматты танымаймын. Шетел азаматы болғандықтан мәйіті Корея елінде қалып кетпесін деп әке-шешесімен байланыс орнатылды. Және 28 күн бойы мәйітханада жатқан бұл таиландтықтың денесі кремация жасалып, әке-шешесіне тапсырылды. Бұл кәрістердің мазараты мінекей. Мынау жалған дүниеде сені кім болғаның маңызды емес. Сен қанша жерден мықты бол, қанша жерден күшті бол, өлім келген кезде барлық адам бірдей. Кәріс жерінде кәрістер сүйектері жанып, күлге айналып жатыр. Мұсылман елінде мұсылмандар қайтыс болып, сүйектері топыраққа айналып жатыр. Сондықтан мына жалған өмірде адам бір-бірін тек қана сыйлап өту керек. Адам баласына сыйластықтан артық мына жалған өмірде бақыт жоқ. Бір-бірімізді құрметтеп өтейік ағайындар.